Достар, сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтан жасалатын пирог жасаймыз. Ең алдымен біз асқабақты духовкада пісіріп аламыз. Енді пирогтың қамырына кірісеміз. Оған бізге ұн, шекер, тұз, бір жұмыртқа, салқындатылған су және тоңазытқыштан шыққан сары майды қосамыз. Осының барлығын араластырып, песочный қамыр жасап аламыз. Қамырымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа жібереміз. Енді піскен асқабаққа жұмыртқамызды және қойытылған сүтімізді құямыз. Және де мускатный орех пен корицаны саламыз. Имбирь салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Енді осының барлығын блендермен езіп аламыз. Қамырымызды жайып формаға саламыз. Формамыздың диаметрі 26 сантиметр. Енді осы массамызды құйып, духовкаға 180 градуста 45-50 минутқа жібереміз. Пирогты формадан қалай шығару әдісін видеода көрсеттім. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.